Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен қысқа арнап тәбет ашарлық икра салатын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізде қолымызда бар көкөністер, қызыл көк бұрыштар, қызанақтар, сәбіз, 2-3 бас сарымсақ, 3-4 түйір ащы бұрыш саламын. Егер қаласаңыздар, қаламасаңыздар, салмасаңыздар да болады. Ас көктер, 1 бас пияз. Мінекей көкөністерімізді дайындап алдық. Көкөністеріміздің мөлшерін бәрін сілтемеге жазып қоямын. Қарап алсаңыздар болады. Сәбізімізді теркадан өткізіп дайындап аламыз. Пиязымызды да турап дайындап қоямыз. Құрметті көрермендер, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, тіркеліп кетуіңізді сұраймын. Қызанақтарымызды ет тартқыштан өткізіп, бәрін дайындап аламыз. Қызанақтарымызды, бұрыштарымызды, ащы бұрыштарды бәрін ет тартқыштан өткізіп алдым. Мінекей бұрышымыз дайын, сарымсағымызды да тазалап ет тартқыштан өткізіп алдым. Сәбізіміз теркадан өткізілген, пиязымыз туралған. Қызанағымыз бен бұрыштарымызды ет тартқыштан өткіздік. Енді біз салатымызды жасауға кірісеміз. Қазанымызға 800 грамдай май құямын. Мен қыстық салаттың майын көбірек құйып жасаймын. Майымыз қызғансын, үстіне пияздарды саламын. Пияздарымыз жақсылап қуырылғансын, жаңағы өткізілген бұрыштарды саламын. Енді осы қазанымызды 7-8 минут қайнағанын күтеміз. Неке қазанымыз қайнап жатыр, астын былғап қоямыз. Қайнап тұрған қазанның үстіне тағы да сәбіздерімізді саламыз. Сәбіздің де қайнағанын 7-8 минут күтеміз. Қазанымыз керемет қайнап жатыр. Оның үстіне ас көктерімізді саламыз. Енді осы жерде 1 қасық немесе 2 қасық дәміне қарай ас тұзын саламыз. Жақсылап араластырып, қазанымызды былғаймыз. Құрметті көрермендер, осы жерде бір айта кетерлік, менің каналымда икраның түрлері бар. Бірақ әр қайсының дәмі әртүрлі болып шығады. Осылайша жасап көрсеңіздер болады. Қазанымыз қайнап жатыр, көрінісі өте керемет шығып жатыр. Оның үстіне тағы да дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша лавр жапырағы, 1 уыс қара түйірлі бұрыш салып жіберсеңіздер. Оның үстіне жаңағы өткізілген қызанақтарымызды салып, қазанымызды жақсылап араластырып, қазанымыздың қайнағанын 30-40 минут күтеміз. Құрметті көрермендер, мінекей 30-40 минут қайнаған қазанымыз керемет. Көрінісі деген өте керемет икра салаты дайын болды. Енді банкаларымызды дайындап, қыстық салатымызды жаба беруге болады. Қыстың күні рахмет айтып жейтін салат. Газымыздың астын жай қойып, мінекей банкаларға салып жатырмын. Қазір қыстық салатты жабатын боламын. Мінекей міндетті түрде жасап көрсеңіздер болады. Қыстың күні таптырмас азық болады. Нанмен жейтін. Мінекей қақпағымызды қайнап тұрған суға салып, банкамызды жауып жатырмын. Құрметті көрермендер, мінекей менде осындай икра салаты дайын болды. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.